Қайырлы күн достар, эфирде Транспорт Ньюс бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айгүл Даулыбайқызы. Ақылы жол жүйесі бірінші кезекте транзиттік көлік құралдарынан қаражат жинауға бағытталған. Ал отандық тасымалдаушылар үшін ай сайынғы және жылдық негізде сатып алу мүмкіндігімен абоненттік төлем көзделген. Бұл туралы көлік министрі Марат Қарабаев үкімет отырысында мәлім етті. Еліміздегі ақылы учаскелер бойынша жол жүру тарифтері жақын және алыс шетелдермен салыстырғанда ең төмен болып қала бермек. Жыл сайын еліміздің автомобиль жолдарын күтіп ұстауға шамамен 60 миллиард теңге қажет. Осыған байланысты бюджетке түсетін жүктемені азайту үшін Қазақстанда кезең-кезеңмен ақылы учаскелер енгізілуде. Ашхабад қаласында көлік вице-министрі Талғат Ластаев және Түркменстан министрлер кабинеті жанындағы көлік және коммуникация агенттігі бас директорының орынбасары Батыр Анаевтың тең төрағалығымен көлік, транзит және логистиканы дамыту мәселелері жөніндегі Қазақстан-Түркменстан бірлескен жұмыс тобының бірінші отырысы өтті. Жұмыс тобының отырысы шеңберінде көлік, транзит және логистика саласындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Сондай-ақ отырыс қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының көлік министрлігі мен Түркменстан министрлер кабинеті жанындағы көлік және коммуникациялар агенттігі арасында көлік саласындағы өзара байланыс туралы меморандумға қол қойылды. Көлік министрі Марат Қарабаев Қостанай облысына жұмыс сапары барысында өңірдің негізгі көлік инфрақұрылымы объектілерінің жай-күйімен танысып, оларды жаңғырту жұмыстарын бағамдап қайтты. Атап айтқанда, көлік саласына жауапты министр Қостанай облысына жұмыс сапары барысында Қарабұтақ Қостанай автожолының учаскесін қайта жаңарту жұмыстарымен танысты. Сондай-ақ министр Рудный қаласының шығыс айналма жолы автожолын қайта жаңарту жобасымен де танысты. Кейін министр Қостанайдағы Ахмет Байтұрсынов атындағы әуежайға барып, қайта жаңарту жұмыстарының барысын бағамдады. Бұл күні Марат Кәрімжанұлы дәстүрлі түрде өңір тұрғындарымен кездесіп, азаматтарды жеке қабылдады. Марат Қарабаев үкіметтің азаматтарды қабылдау орталығында тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Көлік министрімен кездесуге Астана, Алматы және Орал қалаларынан келген тұрғындар мен кәсіпкерлер жалпы саны 17 адам жазылды. Келіп түскен сұрақтардың басым бөлігі инватакси машиналарының жетіспеушілігі, мүмкіндігі шектеулі жолаушылар мен олардың көмекшілеріне арналған коммерциялық жолаушылар көлігі қызметтеріне деген жеңілдіктер, автожол жобалары үшін битум жеткізу, автомобиль жолдарын күтіп ұстау, ақылы трассаларды пайдалану, ауылдық жолдардың құрылысы және ведомстволық наградалар беру мәселелеріне қатысты болды. Өтініш білдірген жандарға толыққанды жауаптар қайтарылып, заңнама нормалары шеңберінде ұсынымдар айтылды. Көлік министрлігі мен өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің қызметкерлері арасында армрестлинг, үстел теннисі, арқан тарту, волейбол және футболдан спартакиада ұйымдастырылып, аптаның соңында өз мәресіне жетті. Спартакиаданың ашылу салтанатында сөз алған көлік саласына жауапты министр Марат Қарабаев дәстүрлі түрде жыл сайын өтетін аталған іс-шараның маңызы зор екенін атап өтті. Ведомство басшысы салауатты өмір салтын сақтауға шақырып, қатысушыларға сәттілік тіледі. Көлік министрлігі мен өнеркәсіп және құрылыс министрлігі қызметкерлерінен жалпы саны 10 команда жасақталды. Тартысты өткен спартакиада барысында сонымен бірге ведомство қызметкерлерінің балалары үшін арнайы аниматорлардың қатысуымен іс-шаралар ұйымдастырылып, бүлдіршіндер ерекше көңіл күйге бөленді. Осы апта көлемінде орын алған негізгі жаңалықтар топтамасы осындай. Транспорт Ньюс бағдарламасының келесі шығарылымында жүздескенше.